Сендер мұны естіген боларсыңдар, Амазонка жазық дейді. Шегі жоқ жасыл, тау жоқ, тек өзен орман. Сонымен, Амазонкада тау бар ма? Иә, бірнеше. Олардың бірі Бразилиядағы ең биік нүкте. Мифті жоққа шығарайын, Амазонка тек өзен емес, ол үлкен алап. Алаптардың шеттерінде таулар болуы мүмкін. Басты таулардан бастайын. Пико да Неблина, тұман шыңы. Шамамен 295 метр биіктікте. Бразилияның Амазонас штатында, Венесуэла шекарасына жақын. Жаңбырлы ормандардан бұлтты орманға және таулы бұталарға көтеріледі. Көбінесе тұманға оранып тұрады. Егер сендер Амазонканы жалпақ деп ойласаңдар, осының өзі ол ойды бұзады. Cerro de la Neblina, Венесуэлада 3000 метрден асады. Үлкен құмтас массив, тік жартастары мен үсті тегіс шыңы бар. Гаяна таулы аймағында типуилер ежелгі тегіс төбелі таулар, мысалы Рорайма. Бұл таулы аймақтар Амазонка жүйесіне құяды. Оның салаларын қоректендіреді. Иә, таулар бар, үстірттер бар, уақыт өте қалыптасқан тік жартастар бар. Бұл неге маңызды? Анда таулары жылы, ылғалды ауаны бөгеп, оны көтереді. Сол көтеру ауа салқындап, су буын қойылатып, жаңбыр жаудырады. Бұл орографиялық көтерілу өзен жүйесін қуаттандырады. Орман сол ылғалды қайта өңдеп, оны атмосфераға қайтарады. Қысқасы, тауларсыз біз білетін Амазонка болмас еді. Биіктіктің өзгеруі қабаттасқан тіршілік орталарын жасайды. Төменде тығыз террафирме орманы. Бірнеше жүз метр жоғары бұлтты ормандар, эпифиттерге толы. Тағы жоғары желге және жұқа топыраққа бейімделген өсімдіктер. Шыңдарда оқшауланған эндемиктер, аспандағы аралдардай. Сонымен, Амазонка жазық деген идея қайдан шықты? Спутниктік суреттер мен өзен арқылы саяхаттаудан. Алаптың шеті мен ішкі шығулары үлкейтіп қарасаң, басқаша әңгіме айтады. Қайталайық, Амазонкада таулар бар ма? Әрине. Пико да Неблина, Cerro de la Neblina. Гаяна таулы аймағының типуилері, Serra do Imeri мен Serra do Divisor сияқты бұдырлы жоталар. Амазонка жазық кілем емес, ол тірі жүйе, өзендер, ормандар және таулар. Келесі жолы біреу Амазонка жазық десе, одан мынаны сұра, олардың ойынша барлық су қайдан келеді?